Боташканың үйіне келіп, Райхан тәтемен шай шектеп отырмыз. Күнде стористан көреміз ғой, сіз Ботаның сторисінің жұлдызысыз ғой, білесіз ба? Бота өзі ұйықтап атады. Сіз шай ішіп отырасыз. Өсерге отырасыз десе, өсерге жылжымай. Иә, сіздің әңгімелеріңіз қызық, көріп отырамыз постоянно. Сол, жігер тайына жақта Бота осы жақта отырады әйде. Күнде стористар осындай ғой. Сол дастарханға бізде отырып жатырмыз енді. Не болды? Съемкамызды бітіріп, деп шай шектеп жатырмыз. Завтрагымызды кешкі сағат айтайын ба қанша болды? Сағат 6-дан 7 минут кетті. Біз енді кешкі шайымызды шектеп жатырмыз. Ой, болды! Ұрыспашы! Жаным, жесінші. Көрсетпей қойшы, ол көрсетіп сұрай береді. Тұрған біріне кім бұты? Лайф сіздерге. Мынау не? Жоқ жұмыс. Икра ғой. Бүгін мамочкалар болып жатырмыз ғана жақта. Ботаның үйіндеміз. Мен балам 2 күн болды. Пакю. Сен де көрсет, мен саған пакю де. Мен пакю де. Ұйқысы ашылмай тұр. Жан, ұйқыдан қазір оянып. Тәтті бола тұр ғой бұл бала, тәтті бол. Кім ана, жігер ма? Жігер деші. Ой. Не болды? Сағыны қапты ғой мені, жаным. Сағыны қапты ғой күшігім. Пакю де. Пока-пока деш. Даш. Пока-пока деш? Сен де пока-пока деш? Бұл настроение жоқ. Ұйқысы ашылмай. Қазір ғана ұйқыдан оянып кәсі. 2 күн болдым. Бала-шаға ошақта, няням ошақта. Алло? От улыбки хмурый день светлей, от улыбки небе и кузнечик запиликает на скрипке. Қалай арықтадың деп барлығы сұрайды ғой. Мен арықтағаннан полностью бүкіл киімдерімді, гардеробымды ауыстыру керек болады. Өйткені мен осы 1 жылдың ішінде мен резко 10 килограмм арықтағаннан кейін кәдімгідей талшыбықтай болып қалғам. И көбісі сұрайды мен, Зухра ханым, қалай арықтадыңыз? TikTokта да маған комментарийларда жазып жатады. Жаңа көрдіңіздер өздеріңіз, иә? И көбісі ойлайды ки менің беременный кезімдегі суретім деп. Ол менің после родов суретім, еще 5 ай өткеннен кейінгі суретім. Босанып, Даниалға 5 ай болған кездегі суретім салып жатырмын, досы. Ал қазір қараңыздар. Түсірші мені. Міне. Талияны қараңыздар. Киімдерімнің даже майкаларым, которые обтягивающий үлкейіп қалған ғой маған. Джинсыларым вообще салбырап қалған белдері. И қазір полный гардеробымды ауыстырып жатырмын. Сосын не істеп арықтадым деп сұрап жатқандарға айтайын. Енді мен өзімнің ішіп, өзім реально результат көрген нәрсені айтам, потому что мен Биохайттың Slim Vein Даниалды емшектен шығара салған кезден бастап ішкен болатынмын. Андай стик түрінде қазір новый